56 сабақ. Тұрлаусыз мүшелер. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қояйық. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Және де түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарийға жазып кетіңдер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. 21 тапсырма. Мәтінді тыңда. Алматыдағы Абай атамыздың ескерткішінің авторы Қазақстанның халық суретшісі Хакімжан Есімханұлы Наурызбаев. Ұлы Отан соғысы жылдары республикамыздың үкіметін басқарған Нұртас Оңдасынов Қостанай облысына іс-сапармен аралай жүріп, Ұзынкөлге де соғады. Аудан басшысының кабинетінде саз балшықтан жасалған әртүрлі мал пішіндеріне көзі түседі. Мұны жасап жүрген кім дейді бірден. Сөйтсе, олардың иесі Хакімжан есімді балаң жігіт екен. Оқуға жүр дейді. Ол үйде жұмыс істейтін өзі ғана екенін, анасы мен жас бауырларын тастап кете алмайтынын айтады. Нұртас аға Алматыға оралысымен Хакімжанның отбасына мемлекет тарапынан жағдай жасатып, өзін Мәскеу көркемсурет училищесіне оқуға жібертеді. Хакімжан аға мүсін өнеріне хас шебері еді. Мәтін кейіпкері саған ұнады ма? Мәтін кейіпкері маған ұнады. Оның қай қасиеті ұнады? Оның мүсінге деген қызығушылығы мен ата-анасының үйіндегі жағдайын ойлауы ұнады. Хакімжан ағаның мүсін өнерінің хас шебері деп неліктен айтады? Өз ойыңмен бөліс. Өйткені оның әрбір жасаған туындылары өте әдемі, көрнекті, сапалы шығады. Наурызбаевтың мына ескерткіштерден басқа тағы қандай мүсіндік шығармаларын білесің? Шоқан Уәлиханов, Абай, Жамбыл, сол сияқты ескерткіштері, шығармалары бар. 22 тапсырма. Тиісті тыныс белгісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Нұртас аға Ұзынкөлге келді. Ол Хакімжанға көмектесті. Оны Мәскеуге оқуға жібертті. Қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Мәскеуге оқуға, қай жерге оқуға, Хакімжанға, кімге, Ұзынкөлге, қайда. Сөйлемдегі бастауыш, баяндауыштан басқа сөйлем мүшелерін тұрлаусыз мүшелер деп айтады. Оларға қандай, кімге, неге, қашан, қайда, тағы басқа сұрақтар қойылады. 23 тапсырма. Суреттерге қара. Астындағы сөйлемдерді оқы. Тоқылдақ ағашты тоқылдатты, шағала ұшты, кеме жүзді. Соңғы сөйлемде қандай сөз түсіп қалған? Ол сөйлемнің қандай мүшесі, бастауыш па әлде баяндауыш па? Өз жауабыңды түсіндіріп айт. Сөйлемде сөздің бастауышы түсіп қалған. Үшінші сөйлемде сөздің баяндауышы түсіп қалған. Осымен сабағымыз аяқталды. Тапсырмалар сендерге түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналымызға тіркеліп қояйық. Түсінбеген тапсырмаларды комментарийға жазып сұрай берсеңдер, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.